Қарлығаш тәтемен өткен түн. Сәлем достар, сіздермен бірге жасырын сыр арнасы каналыма келіп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Көптен көрмеген жолдас балалармен кездесіп, sıрадан біраз сілтеп алып, түн ортасына таман үйге келдім. Есікті ашып кірсем, жарық әлі сөнбеген. Қарасам, Қарлығаш тәте әлі ұйықтамапты. Халатының етегі бір жағына қарай түсіп кетіп, теледидар көріп жатыр. Онысынан бір жақсаны жалтырап көрініп тұр. Менің кіргенімді байқамай қалған ба, білмеймін, мән бермеді. Теледидар қонақ бөлменің сыртқы есікпен қарама-қарсы тұсына қойылған, кіргенде бірден көрінеді. Қарлығаш тәте порно көріп жатыр екен. Менің кіргенімді енді байқап қалып, дереу теледидарды сөндірді. Ал мен күліп жібердім. Орнынан тұрып бөлменің есігін жаба бергенде, мен есікті тіреп қалдым. Ол маған қарап, ішіп алыпсың ғой, перегарыңнан мас болуға болады деді. Бөлмеге мен де кіріп отырдым да, бүгін аға жоқ па деп сұрадым. Ал ол болса, кешкісін бір туысы қайтыс болды деген хабарды ести сала ауылға аттанып кетті деді. Мен де дереу іліп әкеттім. Бәсе, көріп отырған видеоңыздан ақ қорқып едім. Кірген бойда деп әзілшін аралас. Қарлығаш тәте деп отырғаным, мен тұратын пәтердің хозяйкасы. Ұзын бойлы, арықша келген, жасы 49-да, ал күйеуі өзінен 18 жас үлкен. Мастықтың кесірі ме білмеймін мұны. Бір айтып отырып, көңілін көтеріп күлдіріп отырдым. Біраз уақыттан кейін әңгіменің тақырыбы кекске ауысты да, ол маған өзіңнен кіші қызға үйленбе, және денсаулығыңа мықтап қара деді. Неге деп сұрағанымда, мына әңгімені айтып берді. Жасым 20-дан енді асқан кез еді. Институттың соңғы курстарының бірінде оқып жүргем. Жанымда сүйген жігітім де бар еді. Бірде кешкілік үйге қонақтар келді. Білуімше әкемнің ескі досы болатын. Қонақтар кеткесін бірақ білдім, маған тұқыда түсіп келгенін және той күнін белгілеп те кетіпті. Жыладым, көнбедім, бірақ ата-ананың айтқанынан шыға алмадым. Ең зорақысы, жігіттің жасы 40-тарда екен. Оны білгенде тіптен өмірден түңілгендей болдым. Бірақ той өтіп, мен сүйген жігітіммен қоштасып, мүлде танымайтын біреумен тұра бастадым. Басында өзі көп үндемейтін, ештеңемен шаруасы жоқ адам болып көрінді. Жұмысына барып келеді, жалақысы да тәп-тәуір. Себебі заводта жұмыс істейтін. Оның араққа құмар екенін біраз уақыттан соң білдім. Ішіп келетінді шығарды, одан кейін мені ұратынды шығарды. Ажырасып кетіп, қара бет боп төркінге баруға намысым жібермеді. 7-8 жылдан кейін кенет оның еркектік белсенділігі төмендей бастады. Емделуге кеңес беріп едім, өзімді ұрып тастады. Ақыры дәрігерге баруына көндірдім. Бірақ тым кеш барыппыз. Оның заводтағы зиянды ауыр жұмысы еркектік бездеріне қайта қалпына келмейтіндей зиян әкепті деді. Ендігі сүйенеріміз тек жыныстық белсенділікті арттыратын препараттар екен. Табиғи күштің қалпына келуі тым кеш деді. Осыдан кейін ол жуасып, қайта мен күшейе бастадым. Тіпті оған төсекте де ойыма келген істететін болдым. Мен кетіп қалады деп қорықты ма білмеймін, айтқанымнан шықпайтын болды. Кейіннен оған дәрілер де әсер етпейтін болды да, төсек қызығы дегенді де ұмытқанымызға 15 жылдай болыпты. Сен дұрыс түсін мені. Жаңағыда киноларды неге көріп жатқанымды деп әңгімесін аяқтады. Сөйтсем, Қарлығаш тәте күйеуінің жағдайы анадай болғасын, порно фильмдер көріп, өзін қоздырып, анда-санда күйеуі жоқта кекс-шоптың ойыншықтарын пайдаланады екен. Сол кезде мен оған қарап, Қарлығаш тәте, білем сіздің жас адаммен жатқыңыз келетінін дедім. Ол үндемеді. Дереу оны аймалап төсекке беттей бердім. Қарсылық білдірген жоқ. Жайлап шешіндіріп айналысып кеттік. Оқ деген дыбыстарды шығарумен талтайып алып жатты. Алкогольдің әсерінен бітіре алмадым. Ол да қиналып кетті. Демалып, 1,5 сағатта әрең бітірдім де құладым. Сол күйі ұйықтап кетіппін. Қанша уақыт өткенін білмеймін. Ана жерім жыбырлағаннан ояндым. Қарасам, шалқамнан жатырмын. Қарлығаш тәте қасыма қырынан жатып ап, аспабымды жаймендеп көтеріп, басын ашып жауып қояды. Солай біраз жатты. Қатаяр емес. Жартылай қатайып жатқан аспабыма ойламаған жерден аузына апарып, жоғары төмен жүргізіп,
Бас жағын айналдыра бастағанда қақшиды да қалды. Содан қайта айналысып таңға дейін 2-3 рет бітірдік. Оның риза болғаны сондай, дәл осындай сәтті басымнан өткермегеніме қанша уақыт болды десеңші, бүгін тіпті бұтымды да жинай алмайтын шығармын деп қояды. Содан кейін де қанша уақыт өтті. Үйде шал жоқ болғанда быт-шыт кекс болады. Ойыма не келсе соны іске асырам. Жатқызып қойып та, тұрғызып қойып та, еңкейтіп, тоңқайтып, қырынан дейсің бе, не бір позалар кетті. Алдынан да бітірем, артынан да бітірем, кейде аузына да бітіріп қоям. Кейде түн ортасы ауғанда менің бөлмеме келе бастады. Ақыры ол квартирадан кетіп тындым. Қарлығаш тәте мені қимастықпен шығарып салды.